Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне 23 жыл басталып кетті. Сіздерге жақсы ниет, береке мол, тіршілік, жақсы нәтижелерді қамтитын осы 23 жыл бәрімізге береке, амандық, жақсылық әкелсін. Міне 23 жыл басталып, біз зерттеуіміздің жалғас ретінде сіздерге кішкене анонс беріп өтейін. Өткен жылда біз зерттеуімізді бастадық. YouTube каналымызға көптеген бағдарламалардың сырын аша бастадық. Бірінші бастамаларды, соның ішінде Кастрейт деген мекеме бар, соның бағдарламаларын аштық. Зерттеуіміздің басында көптеген қандай мүмкіндіктер барын, соны көрсеттік. Каз Индустрия деген мекеме бар екен, соның қандай бағдарламалары бар екен, соны ашып кішкене ішін зерттеп жатырмыз. Енді сіздерге кішкене анонс беріп өтейін. Осы жақын арада, Құдай қаласа, біз бірнеше мекеменің сырларын ашамыз. Солардың ішінде қандай мүмкіндік, қандай бағдарламалар бар екен сіздерге беріп өтетін боламын. Мен айтып өтейін, бұл біріншісі, бұл фонд развития предпринимательства даму дейді. Кәсіпкерлік дамыту қоры деп айтылады. Соның көптеген бағдарламалары бар. Енді оның ел аузында көптеген кәсіпкерлер енді бастап жатқан азаматтар біледі. Кәсіпті енді бастап жатқан азаматтар біледі, бірақ соның ішінде де қазіргі таңда көп өзгерістер бар, соның сырларын ашамыз, мүмкіндіктерін көреміз. Екінші, бұл агронесие корпорациясы деген үлкен корпорация бар, соның де бағдарламалары бар. Осы ауыл шаруашылыққа байланысты, ауыл тұрғындарға байланысты, ауылда тұратынымыздың азаматтарға байланысты көптеген бағдарламалар бар, соларды үшін ақтайтын боламыз. Үшіншісі, бұл Казагрофинанс деген мекеме бар. Лизингке беретін көптеген бағдарламаларды көруіміз керек, зерттеуіміз керек. Сонымен бірге өнеркәсіп дамыту қоры деген бар, фонд развития промышленности. Бұрында БРК лизинг деп айтылған. Бұл да үлкен кәсіпкерлерге қарастырылған бағдарламалар, онда зерттеуіміз керек. Сонымен бірге Казах экспорт деген бар, экспортная страховая компания. Бұл шетелге біздің мекемелер, біздің кәсіпорындар өнімді сатқан кезде соған жетпейтін қаражатты береді, несиелер береді. Соның көптеген бағдарламалары бар, соны да зерттейтін боламыз. Сонымен бірге енді үлкен кәсіпкерлерге арналған Банк развития Казахстана. Сонымен бірге қазіргі таңда шағын бизнеске, микробизнеске арналған микрофинанс организациялар бар. Шағын микронесие беретін біздің мекемелер. Солардың бағдарламаларын қараймыз. Қазіргі таңда енді мемлекетпен бірге құрылған сондай МФО-лар бар, микроқаржы мекемелері. Сонымен бірге әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы бар. Әр өңірде әлеуметтік кәсіпкерлер корпорацияның ішінде бағдарламалар бар, оны да зерттейтін боламыз. Сонымен бірге мен сіздерге біздің оңтүстігімізде, Түркістан облысында аймақтық инвестициялық орталығы, оңтүстік деген аймақтық инвестициялық орталығы бар. Солардың бағдарламаларын, енді ол бағдарлама тек қана оңтүстікке, Түркістан облысына байланысты, бірақ сонымен бірге осы менің көріп жатқан YouTube каналымда оңтүстік көріп жатқан кәсіпкерлер, енді бастап жатқан азаматтар көреді. Соларға кішкене көбірек ақпарат болсын деп, соны ашқалу ниет жасап отырмын, соны сіздерге беретін боламыз. Соны әрі қарай әрбір бағдарламаны біз ішін нақты бірінші етапында, бірінші бөлігінде біз қазіргі таңда қандай бағдарламалар бар екен, қандай мүмкіндіктер бар, соны ашамыз. Екінші бағытта мен өткенде сіздерге айтып өттім, оны енді қаншалықты бұл бағдарламалар іске асырып жатыр, қандай проблемалар бар, онда зерттеуіміз керек, онда қарайтын боламыз. Оны енді арнайы бір кәсіпкерлермен сөйлесеміз, арнайы бір эксперттермен, кәсіпкерлермен, осы пайдаланып жатқан азаматтармен сөйлесеміз, қандай қиыншылықтар бар екен, соны зерттейтін боламыз. Болашақта осы биыл 23 жылда біз арнайы бір каталог шығармақшымыз, электронды каталог дейді. Мына осы барлық бағдарламаларды арнайы нұсқаушы болады. Оны мен қазір ойланып отырмын, бір кітап ретінде шығару бір мәселе. Екінші, бұл электрондық түрде әрбір телефонда отырып, әрбір азамат өзіне жүктеп алып,
соны әрбір бағдарламаны қараса деген ниет көздеп отырмыз. Сол себептен менің арнайы каналыма, YouTube каналы Асқар Абубакиров немесе Асқар Инфо деген деп терсеңіз де болады. Біздің YouTube каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсылық, амандық тілейміз. Сау болыңыз.